Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын қызыл бұрыштан банка жауып көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліңіз. Ең алдымен қызыл бұрышты алып, жақсылап тазалап, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Алдын ала газымызге суымызды қойып, қайнатып қоятын боламыз. Осындай бөліктерге ұзыншалап бөліп аламыз. Одан кейін сарымсағымызды да ұзыншалап, жұқалап тураймыз. Құрамында керекті заттарды жазып қалдырамын видеоның астына. Осылайынан барлығын турап аламыз. Газымызге суымызды қойып, суды қайнатамыз. Қайнатпай тұрып, үстінен тұз саламыз және татымына қарай қант салып, жақсылап және қара бұрышты салып қайнатамыз. Жасалу жолы өте оңай және өте дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдын ала банкамызды стерильдеп, крышкаларымызды стерильдеп дайындап аламыз. Суымыз қайнағаннан кейін үстіне сұйық майымызды құямыз. Одан кейін қайнағаннан кейін уксусты салып, болгар бұрышымызды салып 5 минут аралығында қайнатамыз. Болгар бұрышы бір араластырғаннан кейін сарымсақты салып 5 минут қайнатамыз. Сарымсақты салғаннан кейін араластырамыз. Сонымен қатар менің каналымның дамуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Видео ұнаса комментарий жазып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Енді стерильленген банкілерімізге құйып аламыз. Құйып, бетін жауып, суығанша жылы жерге орап қоятын боламыз. Менің каналымда басқа да рецепттің түрлері бар. Видеомнан көре аласыздар. Осылайынан аузын қатты жауып, төңкеріп, жылы жерге суығанша бетін жауып қоямыз. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.